Ұйқы безі латынша панкреас деп аталады. Ал ұйқы безінің қабынуы панкреатит деп аталады. Панкреас ол ас қорыту жүйесіндегі ең маңызды безді орган болып табылады. Ол асқазанның артында орналасқан және арқаға жақын орналасқан, артқы омыртқаға жақын орналасқан. Сол себепті оның ауырғаны арқаға қарай таралады. Мына суретте көргенде асқазан, оның астында ұйқы безі, бауыр, өт қапшығы, жалпы өт жолы. Ұйқы безінің сөл шығаратын түтігі мен өт қапшығынан шығатын жалпы өт жолы бірге қосылып, 12 келшекке құйылады. Сол себепті мына өт жолы мен ұйқы безі бір жерден шығатын болғандықтан, ұйқы безінің аурулары да өт жолының бітеліп қалуына алып келуі мүмкін, ал керісінше өт жолындағы тастар да ұйқы безіне түсіп, сол жерде обструкцияға, яғни бітелуге алып келуі мүмкін. Ұйқы безінің шамамен ұзындығы 14-20 см, ені 3-9 см, ал қалыңдығы 2-3 см болып табылады. Салмағы бар болғаны 70-80 граммды құрайды. Ұйқы безі күніне 1,5-2 литр ұйқы безінің сөлін бөледі. Ол бізде көмірсуды, белокты, майды ыдыратуға қажет. Ал бұл сөл біз тамақ ішкеннен кейін 1-2-3 минуттан кейін бөліне бастайды. Ұйқы безінің сөлі мен өт жолының сөлі 12 келшекке құятын жерде сфинктер болады, қатты жаңағы жиырылатын сфинктер болады. Бұның себебі 12 келшектегі құрамы осы ұйқы безге түсіп кетпеу үшін. Егер осы сфинктердің тонусы төмендеп кетсе, яғни толық жиырылмайтын болса, онда ішектегі құрам осы екі түтікке өтіп кетуі мүмкін. Өт жолдарының дискинезиясы, осы сфинктердің қатты спазмы болуы, осы өт шығару жолдарындағы жоғары қысымның болуы да осы ұйқы безінің сөл шығаруына кедергі келтіреді. Ұйқы безінің 12 келшекке жанасып жатқан аймағы ұйқы безінің басы, одан кейін ұзын созылып жатқан ұйқы безінің денесі, ал ең талаққа жақын аймағы ұйқы безінің құйрығы деп аталады. Ұйқы безі бізде аралас без, яғни ол сыртқы экзокринді бөлігі, ол тамақ ішкенде қорытуға қажет панкреатикалық сөл, яғни ұйқы безінің сөлдерін бөледі. Ол амилаза, липаза, протеаза. Бұл ұйқы безінің экзокриндік бөлігі 95-97% құрайды. Ал өте аз мөлшерде 3-5% эндокринді бөлігі болады. Эндокринді бөлігі қанға инсулин мен глюкагон гормон бөледі. Ол өз кезегінде глюкозаны реттеп отырады организмдегі.